Келіншегі жан жолдасынан айырды, досына опасыздық жасаған жігіт. Жар дегенде жалғыз досым Ерболдан айырылып қалайын деп тұрмын. Есімді білгерлі, сырласымда, мұңдасымда, жанашырымда болған жігіттің төресі еді. Басым айналып, есім ауысып, досыма опасыздық жасадым, дейді Айбек есімді жігіт. Екі достың арасына Ерболдың әйелі түсіпті. Оқиғаның қалай болғанын Айбектің өзі әңгімелеп берді. Ербол екеуміз мектептен бірге келе жатқан доспыз. Бір сыныпта оқыдық, бауырдай болып кеткен адамдармыз. Мен университетке түсіп, Ерболдың жолы болмай ауылда қалған. Апта сайын ауылға келіп көрісіп тұрдық. Досым келді деп мереке сайын ауылда отырыс ұйымдастырып, бас қосып тұрушы едік. Сондай бір мерекеде Ербол мені құдашасымен таныстырды. Алима деген қыз дәл мен оқитын университеттің басқа факультетінде білім алады екен. Танысып, телефон алмасып, қалаға келгенде кездесіп жүрдік. Алиманың менде ойы барын екінші кездесуден-ақ білгем. Сол себепті сөз салып жүре бастадық. 2 жыл бірге болдық. Бірақ артық ауыз әрекетке бармадық. Шынымды айтсам, университет бітіретін жылы Алимаға сезімім суи бастады. Жақсы көрмеген адамның бойынан кемшілік іздегіш келесің ғой. Бір күні мұрны, екінші күні бойы ұнамай, ақырында мінезінен мін іздеп, ақыры ұрсып тындық. Үйленетін қызың бар ма деп, үйдегілер серьезный әңгіме бастай бергесін, үйленуге тұрарлық қыз қарайын деп, өз жөніммен кеттім. Бір күні мен үйленейін деп жатырмын. Қыз жаққа жолдас бала болып барасың, дайындал деген SMS келді. Сөйтсем, Ербол досым өзінің туған құдашасы Алиманы алуға ниет етіпті. Ол біздің арамыздағы махаббатты білмесе керек. Өз сезіміме сенімсіз болғандықтан Алимаға да Ербол білмей-ақ қойсын деп айтып қойып ем. Соған қарағанда ол да тіс жармаған болып тұр ғой. Не керек, межелеген күн Алиманың үйіне құда түсіп барып, досыма келіншек етіп әкелдік. Бірақ екеуміз де сыр білдірмедік. Тойлары өткесін досымнан іргемді аулақ салған жөн деп шештім. Жап-жақсы отбасы болып кетті. Көп ұзамай қызды болды. Сен мені ұмыттың. Ауылдағы досыңның аузы сасық болды ма? Келген кезде кірмейсің деп досың хабарласқан сайын өпкесін білдіретін. Сол себепті ара-тұра үйіне барып, Алиманың тамағын жеп тұрдым. Ербол ештеңені сезбейтін сияқты. Барын алдына тосып, әйелін сүр жүгіртіп күтіп алады. Тек Алиманың ботадай көздері мені ішіп жеп, беймаза күйге түсіретін. Бір жылдан кейін олар қалаға көшіп келді. Көшкенде үй таппай қалғандай дәл мен тұратын аудан пәтерін жалдағанын қарамайсың ба? Көрші болдық. Енді менен қайда қашып құтыласың деп досым мәз. Бойдақсың ғой, біздің үйден тамақ ішіп тұрасың енді деп қоймайды. Жұмысым көп деп сылтауратып үйіне барудан қашып жүрдім. Бір күні бақтаға жұмысқа кеткен Ербол хабарласты. Айбек, машинаң бар ғой, аптекадан дәрі алып, Алимаға апарып бере аласың ба? Кішкентай ауырып, ыстығы шығып жатыр екен. Үйде бір өзі еді. Баламен шыға алмай жатыр, деп өтінді. Ондай кезде арам ойламайсың ғой. Айтқан дәрісін алып, дереу досымның үйіне жетіп бардым. Барсам, іш көйлек киіп, шашын жайып алған Алима есікті ашып тұр. Үйге кір, әңгімем бар айтатын, деп қояр емес. Не керек, шәй ішіп, өткен-кеткенді еске алдық. Сен коньяк ұнататын едің ғой, бір рюмка ішейікші, деп қиылғасын қарсыласпадым. Бірақ бір рюмканың ауылы алыстап кеттау, түк білмей сол үйде ұйықтап қалыппын. Таңертең тұрсам, жанымда Алима ауырып қалды деген қызы пысылдап ұйықтап жатыр. Тұзаққа түскенді сол кезде білдім. Арамза Алима мені осылайша өз дегеніне көндіріп,
ақыры қойныма кірген екен. Қыз күнінде ақыры үйленеміз ғой, бірге болайықшы деп қоймаушы еді. Ұятсыз, Ерболдың ар намысын қалай аяққа таптай салдың? Енді оның бетіне қалай қараймыз? Ұялатын Алима жоқ. Досың жартай бақтада, келгенде де жартып жатқаны шамалы. Енді маған не істе дейсің деп бетіме бақырая қарады. Не айтарымды білмей үйінен зытып шығып кеттім. Содан бері Ерболдың көзіне түсуден қашып жүрмін. Әңгіме айтайық, стадион жаққа шықсай деп хабарласады. Күнде бір сылтау ойлап табам. Достығымызға сыза түсірген әйелін иттің етінен жек көріп кеттім. Мені тастап кеткеніме кектеніп істеді ме? Әлде шынымен менде ойы бар ма? Ойлай басым қатып кетті. Жүріп жүрген қызым бар. Үйленіп басқа қалаға көшейік десем, мен бір үйдің жалғыз қызымын, әке-шешемді тастап кете алмаймын деп көнбей отыр. Жасым болса 30-ға таяп қалды. Не істерімді білмей. Досым шындықты айтқан дұрыс па? Әлде үндемей үйдей бәледен құтылғаным дұрыс па? Құрметті оқырман, жасырын кейіпкеріме шынайы ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп, әңгіме ұнаған болса лайк басып, комментарийде шынайы ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Алдын ала рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.